Оқырман хаты. Мен оңтүстік өңірде дүниеге келдім. Ата-анамның, ата-әжемнің, әкемнің інісінің мейіріміне қанық болып өстім. Мектептің, сыныптың мақтанышы болдым. Үздік оқушы едім. Не ішемін, не киемін демедім. Құрбыларым да көп болды. Біздің мектебіміз 9 жылдық болатын. 9 сыныпты қызық аттестатпен бітіріп, көрші ауылдағы 11 жылдық мектепке ауыстық. Сыныптастармен бірге бір сыныпта бірге оқып жүрдік. Осы бойжеткен шағымда алғаш рет ұнату, ғашықтық деген сезімдерді бастан кеше бастадым. Сол ауылдың мен қатарлас бір жігіті мені ұнатып сөз салды. Мен қарсы болмадым. Ағам өте қатал болғандықтан, ұнатқан жігітіммен тек мектеп қабырғасында үзілістерде ғана кездесіп жүретін едік. Бір күні дене шынықтыру сабағында, спорт залдың киім ауыстыратын жерінде алғаш рет ол менің бал ернімнің дәмін татты. Бұл сәт мен үшін ұмытылмастай болып еді. Ерекше бір тәтті сезімге бөлендім. Бірақ бұл сезім өте ұзаққа бармады. Сол кездесу біздің соңғы рет кездесуіміз екен. Спорт залдағы алғашқы сезімімізді білдіргеннен кейін, неге екені белгісіз, ол жігіт менімен сөйлеспей, амандаспай да қойды. Мен оған хат та жаздым. Алайда оның тарапынан ешқандай жауап та, түсіну де болмады. Алғашқы сезім осылай жауапсыз, баянсыз аяқталды. Уақыт сырғып, ай артынан ай, жыл артынан жыл жылжып өтіп жатты. Мен ес кіріп, бойжетіп мектеп қабырғасынан шығып, өзге қалаға ақылы жоғарғы оқу орнына оқуға түстім. Студенттік өмірге қадам басар уақытта сыныптас құрбымның сөз байласып, көңіл қосып жүрген досымен таныстым. Әлгі досы, есімі Есбол, менен өзіне агенттен аккаунт ашып беруді өтінді. Ол кездегі желіде жастардың танысу, әңгімелесу, көңіл көтеру алаңы агент еді. Солай Есболмен жақын танысып әңгімелесе бастадық. Бұл кезде 17 жастағы көңіліміз алып-ұшып тұрған жап-жас кезіміз еді. Ол менің құрбымның ұнатып жүрген жігіті екенін біле тұра сөйлесіп жүре бердім. Содан бір күні Есбол мені жақсы көріп қалғанын айтып, өз сезімін білдірді. Мен, құрбым ше, сен онымен кездесіп жүрген жоқсың ба? деп едім. Есбол, Жанар маған аса қатты ұнамайды. Біз жай ғана сөйлесіп жүрміз. Жанармен ендігі кездеспеймін. Сөйлеспеймін де. Ара қатынасымды бір жола үземін, деп жауап берді. Есбол бойшаң, денелі, тартымды, өте әдемі сөйлейтін, менен едәуір жас үлкендігі бар жігіт еді. Оның үйлену, болашақ туралы айтатын тәтті сөздері мені өзіне баурап алды. Сөйтіп бір күні мені тау бөктеріндегі демалыс орнына қыдырып серуендеп табиғатты тамашалап қайтуға шақырды. Мен Есболмен кездесу үшін анама құрбымның туған күніне барамыз деп өтірік айтып кеттім. Ал ағам бұл уақытта үйленіп басқа қалаға көшіп кеткен еді. Мүмкін ол болғанда менің бұндай қателікке бой алдыруыма жол бермес пе еді. Ойнақтап жүріп от баспа едім. Кім білсін. Таңертең Есбол келіп мені орталықтан алып кетті. Табиғаты керемет демалыс орнына екеуміз ұзақ қыдырып, хауызға түсіп, дәмханада тамақтанып көп әңгімелестік. Жанымда мені осылай аялап жүретін, ұнатып сүйген адамым бар деп сезімге елітіп бақыттан басым айналып жүрдім. Кеш батқанда сыртқа шығып аспандағы жылмыңдаған жұлдыздарға қарап, екеуміз ұзақ сырластық. Болашағымыз жайлы армандадық, үйлену тойымыз, тіпті қанша баламыз болатынына дейін болжап, ерекше бір сезімді бастан кешіп жатқандай едім. Осылай отырғанымызда Есбол мені өзіне жақын тартып, құшағына қысып, аймалап сүйе бастады. Мен оны осыдан артыққа бармайтын шығар деп сендім. Алайда Есбол өз-өзін ұстай алмай, сол түні мені пәктігімнен айырды. Бірақ ешқандай пәктіктің белгісі болмады. Бұл жағдайға өкінгенім мен өте кеш еді. Сөйтіп таңертең Есбол, сен ештеңені уайымдама жаным, екеуміз бұйырса үйленеміз, барлығы жақсы болады. Ал өткен түндегі жағдай жайлы ешкімге айтпай-ақ қой, деп бетімнен сүйді де кетіп қалды. Мен оның сөздеріне сеніп қала бердім. Бұрынғыдай сөйлесіп жүре бердік. Дегенмен, мен оны құрбымнан қатты қызғанатын едім. Өйткені Есбол, мен Жанарды бірден тастай алмаймын. Қолайлы сәтті күтіп жүрмін. Қазір бірден кесіп айтсам, өз-өзіне қол жұмсайды ма деп қорқамын. Деген соң, мен өзімді Жанардың алдында кінәлі сезініп үндемедім. Есбол менің сыныптас құрбым Жанармен де, менімен де сөйлесіп жүрді. Бастысы, ол менің жанымда ғой.
мені сүйеді, екеуміз үйленеміз ғой деп сезімнің жетегінде оған сеніп жайбарақат жүре бердім. Содан күз айы келіп мен қалаға оқуға кеттім. Ал Есбол туып өскен жерімде қала берді. Екеуміз күнара телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Содан бір күні әдеттегідей кешке қарай жігітіме қоңырау шалып едім. Телефон тұтқасын Жанар көтеріп, «Салтанат, Есбол душта, жуынып жатыр» дегенде төбемнен біреу суық су құйып жібергендей болды. Тамағым қарығып, көмейіме ащы өксік келіп тығылды. Қолым дірілдеп, телефон тұтқасын тарс еткізіп қоя салдым. Іштей сатқын деп қайталай бердім. Өзімнің де жер жебіріме жеттім. Жанармен көңіл қосып жүргенін біле тұра, өзіме де обал жоқ. Ақымақпын деп өткен іске қатты өкіндім. Сонан кейін Есболды мүлде өмірімнен сызып тастадым. Өзегімді өртеген өкініштің барлығын артқа тастап, бар ынта ықыласымды оқуыма аудардым. Осылай 2-ші курсты аяқтағанымда агентте бір жігітпен таныстым. Өзімнің жерлесім екен. Менен 2 жас үлкендігі бар. Агенттегі логинімді туған сіңілімнен алыпты. Агентте біраз уақыт сөйлесіп жүрдік. Аузы күйген үрлеп жер дегендей, кездесуге қанша шақырса да мен асықпадым. Кейін ол намаз оқитын иманды жігіт екенін білген соң ғана бірнеше айдан кейін жүздесіп кездесуге келістім. Жақсылық маған бір көргеннен ұнады. Жүзі жылы, өте қарапайым салмақты жігіт. Екеуміз бір-бірімізбен жақынырақ танысып араласа бастадық. Осылай ол маған өз сезімін білдіріп үйленуге ұсыныс жасаған кезде мен іштей қатты қиналдым. Оған қателікпен пәктігімді жоғалтқанымды қалай айтамын деп қалың ойға шомылып, өткенім еш маза бермей, томаға тұйықталып кеттім. Бір сәттік сезімге алданып, болашағыма балта шапқан екенмін. Ол жайлы Жақсылыққа қалай айтарымды білмей, сыртым бүтін ішім түтін болып жүргенімде, ол мені аяқ астынан ата-анасымен таныстыруға үйіне ертіп апарды. Ата-анасы мен бауырлары мені жылы қабылдап, жақсы отырып қайттық. Сырттай білдірмегеніммен, ол кісілердің алдында іштей өзімді қарабет санап, өз-өзіме қатты нала болдым. Жақсылықтың маған деген шынайы сезімі, үйленуге деген шын ниетін көрген соң, бар батылдығымды жинап, оған бар шындығымды айтып едім, ол үндемей тыңдады. Мен айтып болған соң, біраз уақытқа дейін үнсіз отырды да, маған қарап. Әр пенденің қателесуге құқы бар. Бұл өмір ғой, бұл тағдыр. Ол кезде сен тым жас болдың, алды-артыңды ойламадың. Дегенмен, сондай болды екен деп, теріс жолға түсіп кеткен жоқсың. Өткенінен сабақ алып, алдына мақсат қойып, міне, оқуыңды да аяқтағалы отырсың. Мен сені жанымдай жақсы көремін. Алмаған дейін болған іс сол өткеннің еншісінде қалсын. Келесі айда үйленеміз, деп кесіп айтты. Сол кеште Жақсылық екеуміз ұзақ сөйлестік. Сонан кейін бұл тақырыпқа ешқашан қайта оралмадық. Арада бір ай өткен соң Жақсылық екеуміз уәделесіп, ол мені алып қашты. Ата-анама хабаршылар жіберіп, қуғыншылар келіп кеткеннен кейін, ертесінде басыма ақ жаулық салынып, беташар тойым болды. Барлық қонақтар тарқаған соң, алғашқы неке түні мен үшін ең ауыр, ең азапты түн болды. Жақсылық пен оның ата-анасының алдында ар-ұятым мазалап, жанымды қоярға жер таппадым. Бірақ бағыма орай, Аллам маған тамаша жарды кезіктірген екен. Жақсылық ақ жаймаға өз алақанын тіліп, мені бүкіл әулетінің алдында пәк етіп көрсетті. Өкініш пен ар-ұяттың көз жасына етегім толды. Бірақ жылап-сықтап отыра алмадым. Өмірім үшін, бақытым үшін барлығын жасауға бел будым. Университетті қызыл дипломмен аяқтап, біз тұрған ауылда жұмыс болмаған соң, арман қуып Астанаға келдік. Мұғалімдік жұмысқа тұрдым. Күйеуім де дипломы бар жігіт еді. Ол да жұмысқа тұрып жақсы жалақыға ие болды. Екеуміз еңбектеніп қаражат жинап, үй алдық, көлік алдық. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, сенім арттық. Қызғаныш деген мүлде болған емес. Керісінше, сенім мен сезіміміз мықты еді. Алайда бір ғана кем дүние болды. Ол сәби сүю, ана болу бақыты еді. Үйленгенімізге 7 жыл өтсе де, сәби сүю бақыты бұйырмай келеді. Дегенмен, сағымыз сынбай Алладан үміт үзбей келеміз. Жолдасым да әрдайым мені қолдайды. Үмітімізді үзбейміз. Ал бір кездегі болашағымды күл-талқан етіп, жүрегімді жаралаған Есбол Жанармен әлі күнге дейін бірге болғанымен,
екеуі заңды түрде некелерін қиып үйленген жоқ. Сыныптас құрбымен өткенді ұмыттық. Көріскен жерде сәлеміміз түзу. Есбол секілді бойында жауапкершілігі жоқ, тек нәпсісін ғана ойлайтын, қолынан ештеңе келмейтін, менің сезіміме тұрмайтын адамнан бойымды аулақ салғаныма қатты қуанамын. Сол үшін қыздар, ойланбай от басып қателік жасаған болсаңыздар, қорықпаңыздар. Өзіңіз, ниетіңіз адал болса, Аллам сізге де сондай жанды бұйыртады екен. Тек барлығын ақылға салып, әр қадамыңызды ойланып істеген жөн екен. Әрбір жан бақытты болуға лайықты. Отбасымыз аман, заманымыз тыныш болсын. Құрметті тыңдарман, каналға жазылып лайк басып, пікір қалдырып жіберсеңіздер екен деймін.